июнға байланысты артымен де түсіре беруге болады. Июнға байланысты үстелдің кез келген бұрышынан бұрыла алады. Июнға байланысты блок түсіреді ғой, тамақ жасауға, бұл таптырмас шешім достар. Июнға байланысты. Хей, сәлем достар, кереметтей Нұр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кезекті посылкамызды ашатын боламыз. Я достар, бұл посылканың ішінде үстелге қыстырылатын, телефонға арналған, сіздің смартфоныңызға арналған кронштейн. Бұл кронштейн арқылы сіз өзіңіздің видеоларыңызды ыңғайлы етіп түсіре аласыз. Кез келген ракурста, кез келген жағдайда. Және бұның қосымша тағы да функциялары бар. Жанына жарық қыстыруға болады деген сияқты, микрофон қыстыруға болады деген сияқты. Бұл өте тиімді достар. Бірақ сіз қазір сол кронштейнге өзіміздің көзімізді жеткізу үшін сіздермен ашатын боламыз. Бұл бізге келген міне AliExpress сайтынан келген, керемет Нұр арнасына келген екен. Міне қараңыздар, керемет Нұр арнасы деп жазылып тұр. Бізге келген посылка. Қазір енді осы посылканы сізбен ашатын боламыз. Я достар, көп кідірмейік, сразу ашайық. Ішіндегі зат енді жақсы қапталған сияқты. Бір басынан бастап ашайық. Мықты қаптаған достар. Ішіндегі заттар. Бұның бағасын айтуға ұмытып кетіппін ғой достар. Бұның бағасы достар негізі $20 құрайды. $20 тұратын кронштейн достар. Бірақ бұл $20 енді тұрарлықтай кронштейн достар. $20 алсаңыздар өкінбейсіздер деген үміттемін. Қазір сапасын сіздермен бірге тексереміз. Өте жақсы қаптаған енді. Сатушы жарады. Тиіпке тегіздіп біздің кронштейнға тиіпке тегіздіп. Оппа! Міне достар, кронштейн қараңыздар. Ашайық тез. Андай пузыректер салғаны жақсы, өйткені бұл қорғайды. Мынандайлар. Кім жақсы көреді осындайды? Кім осындайларды жақсы көреді? Лайк басып кетіңіздер видеоға, комментарияға жазып кетіңіздер, мен жақсы көремін деп. Жарайды. Бұны бұяққа қойдық. Міне достар, сыртын қараңыздар. Міне қараңыздар, міне мынандай кронштейн. Қазір сіздермен ашып көреміз. Мына жағынан ашайық. Ішінде жыртылып кетіпті. Ішінде бірінші мынау шықты. Қосымша детальдары ғой, қосымша детальдары. Міне мынау отыр телефон қыстыратыны. Және де ең бастысы мынау кронштейн. Міне мынау кронштейн ең бастысы. Бұл ұзындығын қазір сіздермен тексеретін боламыз. Мынау қыстырғыш, міне қараңыздар. Столға қыстырғыш. Міне ішінде түк жоқ. Кімге көрініп тұр? Ішінде түк жоқ. Міне қараңыздар. Тесігі ғана көрініп тұр. Жарайды, бұны қоя тұрайық мына жаққа. Мыналарды ашып көрейік. Міне қараңыздар. Бұл үстелге қыстырылатыны. Ашайық. Енді салмағы әжептеуір бар. Салмағы бар әжептеуір. Қыстыруға өте ыңғайлы болады енді. Міне қараңыздар. Мына жағымен столға қыстырамыз да, мына жағына кронштейн кигіземіз. Мына кронштейнді, бұл кронштейн осыған киіледі. Міне қараңыздар. Осы кронштейн киілу арқылы, міне қараңыздар, міне достар, қараңыздар, мына кронштейн киілу арқылы бұл осылай созылады. Енді бұнау наның бәрі металл достар, қараңыздар, міне наның бәрі металл қапталған, пластик ешқай жерінде жоқ. Мынаған кірсе бұлай, міне қараңыздар, мынаған бұлай кіреді, осылай киіледі да, бұлай бұралады. Сосын екінші жағына ең басына, мына жерге, мынау киіледі қазір. Кигіземіз. Мынау киілу керек. Бұл мынаны ұстағыш. Бұл телефонды нақты ұстағыш болып табылады енді.
Бұның ең тиімділігі мына жерге телефонның жанына кронштейн қыстыра аласыз, астына свет қыстыра аласыз, жаңағы жарық көзінің жанына мысалға микрофон қыстыруға болады, енді әртүрлі өзіңіз қалаған затыңызды қыстырасыз, сізге не ыңғайлы. Мысалға міне былай мынаны қыстырсақ мына жерге, сосын мынаны мынаған қыстырамыз. Сол кезде бізде пайда болатын зат міне осылай пайда болады. Сонда видео түсіруге бізге өте ыңғайлы болады достар. Қазір сіздерге столға қыстырып көремін. Сосын сіздер байқайсыздар қалай ыңғайлы екен видеоға түсіру. Осымен қалай ыңғайлы екен түсіресіздер. Мына жерде кез келген размерге қойып бере алады. Кез келген размерге сізге телефоныңыз қыстырып бере алады. Мысалға ол iPhone 8s болса, ол кішкене дөңгелек қой экраны, дюймі. Міне сондай деңгейде қыстырып бере алады сізге. Және де мына кронштейнмен былай басын ауыстыруға болады. Оның бәрін қазір сіздерге көрсететін боламыз. Комплектісінде басқа түк жоқ. Негізгі бұлмен қосымша, бұған негізі қосымша жаңағы жарық көзін сатып алуға болады. Қараңғы жерлерде түсіруге немесе сізге жарық жетпеген жағдайда, ал видео түсіретін адамдар біледі, жарық деген ол ең басты видео түсіруге керек заттардың бірі екен. Сонымен достар, сіздерге көп кідірмей қазір стөлге қалай қыстырылып, қалай видео түсіруге болатынын көрсетейік. Ал достар, кеттік. Міне достар, кронштейнді стөлге орнаттық. Міне қараңыздар, міне былай кронштейн стөлге орнатылады. Мына жеріне астынан қысылады да, мына жанынан қысылады, жанға мына труба қысылады. Міне бұл трубаның екі пружинадан тұрады, астыңғы үстіңгі. Мына тік көтеруге арналған, астыңға үстіңгі астыға түсіру үшін. Міне қараңыздар, мен қазір астыға былай түсіремін. Оп-оңай түседі, міне қараңыздар. Және де оп-оңай көтеріледі, қараңыздар. Және керек емес кезде былай жанға алып тастауға болады. Қайтадан қайтарып аласыздар, қайтадан түсіресіздер. Кез келген ракурста түсіре аласыз, міне қараңыздар. Былай жақындата аласыз, былай көтеріп тастай аласыз, керек емес қылдырып. Обзор жасауға бұл керемет. Және де тамақ жасауға, көбінесе қыздар блог түсіреді ғой, тамақ жасауға бұл таптырмас шешім достар. Міне достар, кронштейнді былай телефонды қыстырамыз, телефонды былай алып тастауға болады. Кез келген телефонды қыстай алады, дюймға байланысты. Мысалға, мына iPhone 6s былай қыстырамыз. Оп-оңай қыстырылады былай. Және де бұны былай регулировка жасауға болады. Мысалға, тік түсіруге болады блоктарды, немесе былай бұрып түсіре аласыз. Және де былай астыға түсіре аласыз, немесе былай түсіре аласыз. Әртүрлі жағдайда түсіруге болады. Мысалға, былай алып тастауға болады. Және де достар, телефонды былай видеоблог түсіруге де болады, және де былай тігінен қыстырып, осылай тігінен қыстыру арқылы міне веб-камера арқылы сөйлесе беруге болады, кез келген адамдармен тігімен. Және де былай артымен де түсіре беруге болады. Өте ыңғайлы достар, осымен былай да түсіре беруге болады, кез келген ракурста түсіруге болады. Міне қараңыздар. Бұған және де мына астына микрофон бекітуге болады, міне қараңыздар. Астына микрофон бекіте аламыз, былай шығарып қоятын, және былай түсіріп қоя саламыз. Ең бастысы бұны видео түсіру барысында жақындатып, алыстату және жанға қарай бұрылуы, және блог түсіруге бұл таптырмас шешім. Және астына жарықты жабыстырып қоюға болады. Міне жарық орнататын жер бар. Жарық орнату арқылы видеоңызға тағы бір сән қосуға болады деген мағына ғой. Міне осылай айналдырып аламыз, және мына жерде столдыға бекітілетін жері бар. Мына пружиналар, мына жерде пружиналар ұстап тұр. Міне осындай кронштейн достар. Ұнаса достар, видеоға лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ал достар, келесі кездескенше осы кронштейн сатып алуларың келсе, ссылка видеосының астында алыңыздар. Блог түсіруге және де жаңағы тамақ жасау барысын түсіруге бұл өте керемет шешім достар.